Армысыздар, құрметті әлеуметтік желі қолданушылар. Жамбыл облысы әкімдігі дін проблемаларын зерттеу орталығының бөлім басшысы Жақып Ерзат Жасқанбайұлы. Бүгінгі тақырыбым елорда діни келісім ордасы. Әрине, Қазақстан Республикасы 1991 жылдан бері өз тәуелсіздігін алғаннан кейін 1997 жылы Алматыдан Нұр-Сұлтан қаласына елордамызды көшірген болатын. Осы елорда қазақ халқымыздың жүрегі, мақтанышы, қазіргі таңда мемлекетіміздің абыройына айланып отыр. Осы елордамыздың ордасында неше түрлі форматта съездер мен форумдар өтті. 2003 жылдан бастап әлемдік және дәстүрлі лидерлердің съезі өтуде. Бұл съездің ерекшелігі сол қазақ халқының дінаралық келісім нығайтуына үлкен септігін тигізіп келеді. Әрине, біз қазақ халқы мұсылман дінін ұстанамыз, дегенмен де ислам дінінде де діни келісімге шақыратын аяттар мен хадистер және де пайғамбарымыздың саллаллаху өмірінде өнегелі үлгілер жетерлік. Сондай бір аяттарға тоқталып кететін болсам, Құран кәрімнің Анкабут сүресінің 46 аятында Алла тағала іштеріңіздегі зұлымдық істегендерден басқа кітап иелерімен ең тамаша түрде ғылыми сыпайы талас жүргізіңдер дейді. Яғни бұл жерде Аллах тағала айтып жатыр, басқа дін өкілдерімен сыпайы түрде келісімде сұхбат жүргізуімізді. Яғни біздің көршілеріміз көп. Сол мемлекеттік көршіліге тоқтайтын болсақ, бұл Ресей Федерациясы, Қытай мемлекеті, Иран тағысын. Мысалға алатын болсақ, Ресей Федерациясы христиан діні, соның ішіндегі православиясы ресми дін болып табылады. Мұны осы христиан өкілдермен де Қазақстан Республикасы бейбітшілікте, келісімде өмір сүріп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху өнегелік өмірінен тағы да бір үлгі келтіретін болсақ, Меккеден Мәдинаға барған кезде яһудилермен де, христиандармен де келісім шартқа отырған болатын. Осы пайғамбарымыздың ізін жалғастырған сахабалар, халифалар да осыны үлгі тұтты. Соған бір дәлел ретінде Омар радиаллаху анху Құдыс қаласын алғаннан кейін христиандармен бейбітшілік келісімге отырған кезде христиандар намаз оқуға, шіркеулерінде намаз оқуға рұқсат береді. Бірақ Омар радиаллаху анху намаз оқымайды, себебі менен кейін ол шіркеуді мешітке айналдырмақшы болатын ниет туындайды деп, бүлік шығады деп бас тартады. Міне көріп отырсыздар ма, осы пайғамбарымыздың келе жатқан үлгі біздің мемлекетімізде де жүргізіліп жатыр. Сол сияқты президентіміз Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы да өзінің ең алғашқы жолдауында діни келісімді біз одан ары нығайтуымыз керек деген болатын. Енді осы діни келісімді нығайту үшін біз не істеуіміз керек деген кезде мен өзім маман ретінде ата-бабаларымыздың қазақи мұсылмандық дүниетанымын айту керек деп санаймын. Себебі шетелдік діни идеологтар мемлекетіміздің діни саясатына ұлтаралық қақтығыс тудыратын уағыз насихаттарға жүгінетін болса, біздің дін қайраткерлеріміз әрбір адамды дініне, нәсіліне қарамастан жақсы көруге шақырған. Абай Құнанбаев өзінің өлең шумағында махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті, адамзаттың бәрін сүй бауырын деп, және хақ жол осы деп әділетті дейді. Яғни бұл жерде адамның бәрін жақсы көруге шақырған. Сол сияқты шәкәрім Құдайбердіұлы да қиянатың бар болса иманың жоқ, маған десең мың жылдай қыл ғибадат деген. Яғни дін жолында жүрген адам ол ешқандай адамға қиянат жасамау керек. Әрбір адамды құрметтеу керек. Міне сол сияқты бізде әрбір мемлекетімізде тұрып жатқан дін өкілдерін құрметтеп, оларда жақсы қарым-қатынаста болуымыз керек екен. Бұл мемлекетіміздің тұрақтылығы мен тыныштығына апарады. Ал егерде мемлекетімізде дінаралық қақтығыс туатын болса, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, дінаралық қақтығыс ол ұлтаралық қақтығысқа барады. Ұлтаралық қақтығыс азамат соғысына апарады деген. Сирия, Ливия, Ирак мемлекеттерінде діни себепті қақтығыстар, террорлық актілі болып жатыр. Соған жол бермеу үшін өзіміздің діни ұстанымымызды, мемлекетіміздің дін саласындағы саясатын жандандыруымыз керек. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.